Қайырлы күн, құрметті көрерменім, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен песочный тестадан өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен песочный тестамызды жасап қоятын боламыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз, яғни ұнымызға 1 чайный ложка разрыхлитель, содан соң шым-шым тұз салып араластырып, және де сол ұнымыздың үстіне салқындап тұрған майымызды салып, қолымызбен үгітіп, осындай қамыр жасап алатын боламыз. Тестамызды осылай үгітілмелі крошка болғанша барлығын біркелкі етіп жасап шығамыз. Бөлек ыдысымызға сметанамызды және де кукурузный крахмал, содан соң 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды жаңағы ұнымыздың үстіне салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыздың басы біріккеннен соң, егерде ыдыста илеу ыңғайсыз болып жатса, столдың үстіне түсіріп алып илесеңіздер де болады. Біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығады, қолға қатты жабыспайды. Әзірге біз салмасын дайындағанша холодильникке пакетке орап салып қоямыз. Салмасына орехты майдалап турап және де вареный сгущенка екеуін араластыратын боламыз. Вареный сгущенка міндетті түрде деп қолданыңыздар, өйткені печеньеден басқа сгущенкалар ағып кетеді. Келесі біз печеньеміз дайындауға кірісеміз. Холодильникте тұрған қамырымызды алып, осылайынан весыйдың көмегімен 24 граммнан барлығын біркелкі етіп бөліп аламыз. Қыздар, печеньенің рецептін видеоның астында қалдыратын боламын, міндетті түрде мөлшерімен жасап көріңіздер. Барлығын бөліп алғаннан соң қамырымызды алып, қолымыздың немесе оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Содан соң үсті жағын кішкене сәндігі үшін пышақпен осылайынан кесіп шықтым. Және де жаңағы дайындап қойған салмамызды, вареный сгущенкамызды саламыз. Вареный сгущенканы азырақ етіп салсаңыздар да болады. Егерде қатты тәттіні жақсы көрсеңіздер, мен сияқты осылайынан толтырып салсаңыздар болады. Вареный сгущенка салғаннан соң біріктірген кезде міндетті түрде жақсылап біріктіреміз. Содан соң печеньеларымызды табамызға араларын ашып қоятын боламыз. Печеньеларымызды осылайынан орап дайындап алғаннан соң міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Неке қыздар, біздің печеньеларымыз дайын болды. Пештен шыққаннан соң ыстық күйінде бетіне міндетті түрде сахарный пудраны себетін боламыз. Сахарный пудраны көбірек сепсеңіздер де болады. Өйткені біз тестаға қант қосқан жоқпыз. Вареный сгущенканың өзінің тәттілігі бар, және де сахарный пудраны көп сепсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмді болып шығады, әрі өте жұмсақ. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.